Армысыздар. Эфирде мектеп тынысы ақпараттық шарлымы. Қатарларыңызда мен Амантай Ибрахим. Біздің күнтізбе бойынша сәуір айы, бейсенді жанару мен жасампаздықтың уақыты. Жер ана толықтай оянған сәтте құр сөзге емес, нақты іске көшетін шақ туады. Адал азамат ұлттық бағдарламасына сәйкес бұл ай қоғамның басты құндылықтары еңбекқорлық пен кәсібилікке арналған. Өз ісінің маманы болу және еңбекті шын жүректен сүю қоғам алдындағы жауапкершілікті терең сезіну дегенді білдіреді. Себебі кез келген жетістік тәртіппен, жақтылдықпен және қоршаған ортаны жақсарту деген ниетпен басталады. Бүгінгі шағырламда біз мектебіміздің жауапты азамат қағидаларына қалай жүзеге асып жатқан туралы баяндаймыз. Маңызды тақырып қауіпсіздік пен өз болашағына деген жауапкершілік. Профилактика бұл әрдайым құрғақ лекциялар емес. Кейде бұл арбауларға қалай қарсы тұру және цифрлық әлемді өзіңді қалай қорғау керектігі туралы жанды, адал және кейде оңай емес диалог. Біздің мектебімізде көптеген оқушылардың үйреншікті нәрселерге жаңаша қарауының түрткі болуға кездесу өтті. Назарда еріктілер қозғалысы және нағыз кәсіби маманның кеңестері. Жастардың қауіптерді қалай тануға болады және неліктен замандасты дауысы кейде кез келген насихаттан да қаттырақ естіледі. Барлық мәліметтер Амангелді Айзеренің материалында. Біз репортажымызды оқыған дәл ортасына жүргізіп жатырмыз. Дәл қазір мектебімізде маңызды кездесу бәйтерек есірткісіз аудан атты дөңгелек үстел өтіп жатыр. Мұнда ауданымызды болашағынан бейжай қарамайтын жандар жиналған. Help Behind. Мектеп еріктілері табыңыз мүшелері. Бірақ ең бастысы бүгін бізде қауіпсіздік мәселесін жан-жақты білетін сарапшы қонаққа келді. Ол Бәйтерек Қазақстан облыстық полиция департаменті жанындағы консультативті кеңесші органның өкілі, Бәйтерек Қазақстан облыстық полиция департаменті есірткіні, БқО полиция департаменті жанындағы консультативті кеңесші органның өкілі, БқО полиция департаменті есірткісі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңесінің мүшесі, облыс тәуелсіздік волонтері Мырзахметовна Әсел Қажетсі және Яфарова Юлия Ренатовна Усейна Севдомайылқызы. Бұл маңызды диалогтың ұйымдастырушысы директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Кужумова Әлия Әуесхановна. Дәл қазір қызу талқылау жүріп жатыр. Қонақ оқушыларға әлеуметтік желілердегі қауіп-қатерді қалай тануға болатынын және неліктен берік азаматтық ұстанымның маңызды екенін түсіндіруде. Helping Hand еріктілері спикерге сұрақтарды жаудырып жатыр. Әсел Қажиахметқызы жас волонтерлар үшін нағыз тәлімгерге айналды. Ол көмектесу дегеніміз тек парақшалар тарату ғана емес, сонымен қатар дер кезінде жоқ деп айта білу және өзіңмен бірге басқаларды да дұрыс жолға бастау екенін түсіндірді. Бүгін Help Behind еріктілері өте белсенді сұрақтар қойды. Сіздің ойынша профилактик мектеп форма киген мамандар ғана емес, қатарлы жастардың өздері де айналысу қаншалықты маңызды ма? Осындай тікелей кездесу бұл дұрыс қандай рөл қарады? Менің ойымша жалпы жаман әдеттерді алдын алу, яғни есірткі қылмысы мен нашақорлықты жастардың арасында алдын алу мақсатында тек қана форма киген сіз айтқандай адамдар ғана емес, бүкіл қоғам болып сол бағытта жұмыстансақ, бұл дерттен жазыламыз деп ойлаймын. Енді түбегейлі жазылмасақ та, бұл қылмыстың мөлшері азаяды деп ойлаймын. Яғни қазіргі таңда жастар қоғамдық өмірде белсенді болса, ерікті ретінде есірткі қылмысы мен нашақорлықты алдын алса, сондай кездесулер өткізіп, өзара жастар, құрдастар бір-бірімен сондай темаларға сөйлесіп, ақпаратты жеткізсе уақытында, менің ойымша жастар сол есірткі қолданудан енді түсінеді ғой, түсінік пайда болады, есірткі қаншалықты зиян ағзаға. Екіншіден, есірткі қылмысымен егер айналысса, оған қатал жаза бар екен түсінеді. Қазіргі проблема қайда тұр? Көп жастар ойлайды, мен кәмелет жасқа толған жоқпын. Мен бұнымен айналыссам, маған ештеңе болмайды. Ол жалған ақпарат, өйткені кез келген
жаста, яғни 14 жастан бастап қылмыстық жазаға тартылады. Оны көбісі біле бермейді. Екіншіден, есірткі тарататын адам бұл бүкіл ұлттың жауы болып саналады, басқа қылмыскерлерге қарағанда. Сондықтан оның жазасы да өте қатал. Екінші сұрағыңызды тағы да қайталап жіберсеңіз. Осындай тікелей кездесулер болды, дұрыс қандай рөл атқарады? Бұндай кездесулер өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені осындай кездесулер арқылы жастар көбірек тартылады деп ойлаймын. Ақпарат өте қалай айтсам екен, түсінікті тілде жеткізіледі деп ойлаймын. Егер осындай кездесулерге мамандар келсе, және де бүкіл мектеп болып, район болып, бұл шараларға қатысса тіпті жақсы деп ойлаймын. Осындай шаралар көп болғанына мен қалаймын, және сол болған енді үлкен пайда келтіреді деп ойлаймын қоғамға. Біз оқушылардың көзіндегі отты көріп тұрмыз. Олар үшін бұл жай ғана сабақ емес. Айналасындағы әлемде жақсы жаққа өзгертуге берілген нақты мүмкіндік. Мектеп тынысы үшін арнайы Амангелді Айзере. Біз жаңа ғана айтып өткенде, берік азаматтық ұстаным мектептің орта буынында қалыптасады. Әрбір оқушы үшін ең маңызды кезеңдердің бірі жас ұлан, бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына өтуі. Отанға адалдық, оқудағы озық нәтиже және көмекке келуге дайын болу – бұл жай ғана жарғы тармақтар емес. Біздің оқушыларымыздың нағыз намыс кодексі. Біздің мектебімізде жас ұлан қатары жаңа белсенді де өршіл оқушылармен толыққас салтанатты жиын өтті. Біреулер үшін бұл жай ғана салтанатты сәт болса, біздің 5-ші сынып оқушыларымыз үшін үлкен жолдың бастауы. Бұл шараның қалай өткен біздің репортаждан тамашалаңыздар. Армысыздар, бүгін біздің мектебімізде ерекше күн. Оңдаған оқушы асыға күткен салтанатты жиын басталды. Дәл қазір мұнда жас ұлан, бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына қабылдау рәсімі өтіп жатыр. Бұл шара мектебімізде игі дәстүрге айналған, және жыл сайын өткізіліп тұрады. Жас ұлан бұл жай ғана ұйым емес. Бұл еліміздің жас патриоттарының басын біріктіретін үлкен отбасы. Дәстүр бойынша дәл 5-ші сынып оқушылары ересек қоғамдық өмірге алғашқы маңызды қадамдарын жасайды. Жасұландық болу оқуда, спортта және игі істерде озық болу дегенді білдіреді. Сені жас ұлан ұйымына қабылдағанда қандай сезімде болдың? Маған тапсырған істі мен жауапкершілікпен қайтарам. Мен бұл жас ұланға қабылданғанына өте қуанышпын, және маған жас ұлан болған өте қатты ұнайды. Мен бұл ұйымға мақтан етем. Салтанатты жиын аяқталды, бірақ жас ұланның жаңа мүшелері үшін бәрі енді ғана басталып жатыр. Алда оларды қызықты жобалар, волонтерлік акциялар мен жаңа жетістіктер күтеді. 5-ші сынып оқушыларын шын жүректен құттықтаймыз. Мектеп телеарнасы үшін арнайы дайындаған Амангелді Айзере. Кәсібилік бұл тек жоғары білім туралы диплом емес. Бұл ең алдымен адам бойында бала кезден қалыптасатын құндылықтар мен әдеттердің негізі. Сондықтан мектеп пен отбасының бір бағытта болғаны өте маңызды. Өйткені баланың еңбекқорлығы ата-ананың үлгісінен және педагогтардың дана қолдауынан басталады. Бұл диалогты қалай тиімді құруға болады? Және осы оқу жылындағы біздің мектеп қауымдастығының өз алдында қандай міндеттер қойып отыр? Мектебімізде тәрбиеге кәсіби көзқарас басты талқылау тақырыбында айналған жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өтті. Осы маңызды әңгіменің қалай өткен туралы тілшіміз баяндайды. Бүгін біздің мектебімізде кеш ерекше қарбалас басталды. Дәліздері ересектердің қарасы қалың бол ата-аналар. Жалпы мектепте жиналысқа асығып барады. Бүгін мұнда тек қорытынды жасалып қана қоймай, бүкіл мектепті қауымдастығының алдында тұрған өзекті міндеттер талқылануда. Бүгінгі жиналысқа арнайы шақырылған қонақтар ретінде қатысып отырғандар: кәмелет жасқа толмаған балалармен жұмыс жөніндегі инспектор Гусейнова Севда Майалгазы, Бәйтерек ауданының бас прокуроры Зауырбек Бағдаулет Сүйіндікұлы, Бәйтерек ауданының білім беру бөлімінің методисті Мукатова Клара Ақылбековна. Кездесу форматы жалықтыратын баяндамадан мүлде бөлек. Бұл ең маңызды мәселелер туралы жанды сұхбат. Дәл қазір залда мынадай негізгі мәселелер блогы талқылануда: бала тәрбиесі мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ата-ананың рөлі мен жауапкершілігі. Бүгін қозғалған тақырыптардың әр үй мен отбасына тікелей қатысы бар екені көрініп тұр.
Әрбір ата-ана мектеп әкімшілігіне немесе шақырылған мамандарға өз сауалын тікелей қоюға мүмкіндік алды. Мұндай тікелей байланыс ағымдағы мәселелерді жедел шешуге және толғандырған сауалдардың жауабын дәл осы жерде табуға жағдай жасайды. Жиналыс әлі де жалғасуда. Дегенмен қазірдің өзінде бір нәрсе анық. Мұндай кездесулер мектеп пен отбасының күш-жігерін біріктірудің ең тиімді жолы. Мектеп түнісі үшін арнайы Амангелді Айзере. Мектебіміздегі сәуір айы бұл төзімділік пен тәртіптің нағыз сыналайтын уақыты. Камен мектебінің спорт алаңы нағыз әскери полигонға айналады. Мұнда жоғары сынып оқушыларының құралған командаларының қатысуымен ауқымды жас батыр байқауы өтті. Оқушылар кәсібиліктен тек мамандықта ғана емес, отанды қорғау ісінде де маңызды екенін іс жөнінде дәлелдейді. Жарыс бағдарламасы барынша тартысты болды. Әскери форма киген қатысушылар эстафетада күрделі лабиринт пен шартты кедергілерден өтті. Калашников автоматын уақытқа шашып жинау, сондай-ақ оқ-жатарды жабдықтау кезеңдеріне ерекше назар аударылды. Садақ ату және пневматикалық мылтықтан оқ ату кезеңдері де аса қызықты өтті. Мұнда басты назар мергендік пен жоғары зейін қоюға бағытталды. Байқауға 10-шы сынып командалары мен басқа да сынып оқушылары қатысты. Біз барлық қатысушыларды құттықтаймыз. Сіздер жеңіске деген жігер мен нағыз командалық рух танытып, кез келген сынаққа дайын екендіктеріңізді дәлелдедіңіздер. 23 сәуір күні Камен мектебі зияткерлік шайқастардың орталығына айналды. Мұнда бірінші сынып мұғалімдері арасында аудандық турнир өтті. Өткені нағыз кәсіби маман бұл үнемі үйренетін, жетілетін және кез келген сынақты қабылдауға дайын тұлға. Толығырақ біздің материалымызда. Шахматты ой гимнастикасы деп атайды. Бірақ педагог үшін бұл сонымен қатар кәсіби ұстамдылықтың сыны. Турнир шахмат негіздері курсын жүргізетін мұғалімдердің басын қосты. Мұнда стратегия және логика жағдайында әрбір жүріс жоғары зейінді талап етті. Бұл біздің мұғалімдеріміздің балалармен жұмыс істеу барысында күнделікті көрсететін қасиеті. Турнирдің арнайы қонақтары мен сарапшылары ретінде білім берудегі шахмат республикалық жобасының үйлестірушілері Тимур Талипов пен Амина Еркінбай қатысты. Олардың қатысуы жас ұрпақты оқытудағы жүйелі тәсіл мен жоғары кәсібиліктің маңыздылығын тағы бір мәрте айқындады. Бұл күні шахмат тақтасында өз ісінің нағыз шеберлері кездесті. Бәсекелестік жоғары болғанымен біздің педагогтарымыз еңбекке адалдық пен кәсіби құлшыныстың әрдайым лайықты марапаттарға жетелейтінін тағы да дәлелдеді. Біздің Камен орта мектебі өкілінің жетістігін ерекше атап өткен жөн. Зияткерлік доданың қорытындысы бойынша Қонақбаева Дария Мырзағалиқызы керемет стратегия мен төзімділік танытып, құрметті 2-ші орынды иеленді. Кәсібилік бұл тек пәнді білу ғана емес, сонымен қатар жеке үлгі көрсету. Бұл еңбекқорлығы мен жеңіске деген жігері шәкірттері үшін үздік үлгі болған барлық қатысушыларды құттықтаймыз. Қазақстан халқының бірлігі күні бұл жүректер мен ұрпақтарды біріктіретін мереке. Біздің мектебімізде бұл маңызды датаға ерекше шабытпен және еңбекқорлықпен дайындық жүргізіледі. 1-11 сыныптар аралығында ашық тәрбие сағаттарының сериясы өтті. Осы айда кәсібилік туралы айта отырып, біз сынып жетекшілеріміздің еңбегін ерекше атап өтеміз. Олар оқушыларды, мұғалімдерді және құрметті қонақтарды біріктіріп, әдеттегі сабақтарды диалог пен достық кеңістігінде айналдыра білді. Камен мектебінде түрлі этностардың дәстүрлерімен қалай танысқан туралы біздің сюжетімізде. Осы аптада мектеп кабинеттері елімізде тұратын халықтардың мәдениетімен танысу алаңдарына айналды. Мерекелік дастархандардан қонақжайлылық пен достықтың символы болып табылатын дәстүрлі тағамдарды көруге болады. Оқушылар іске шығармашылық еңбекқорлықпен келді. Ұлттық нышандар туралы таныстырылымдар дайындап, көне ғұрыптар мен халықтық ойындарды зерттеді. Сыныптарда жарқын әртүрлілік орнады. Көптеген оқушылар ұлттық киімдер киіп, түрлі этностардың сұлулығы мен бірегейлігін паш етті. Біздің қонақтарымыз оқушылардың әжелері мен мектеп әкімшілігінің өкілдері кездесуге ерекше жылулық пен үй жылулығын сыйлады. Олар өскелең ұрпақтың ата-баба дәстүрін қалай құрметтейтініне куә болды. Балалар халықтардың тарихы туралы ынтамен айтып, салт дәстүр элементтерін көрсетті және ортақ шаңырақ астында бейбітшілікті сақтаудың қаншалықты маңызды екендігі туралы білімдерімен бөлісті. Педагогтердің кәсіби тәсілі мен отбасылардың шынайы атсалысуы бұл кездесулерді мазмұнды ете түсті. Бірлік күні бұл жай ғана күнтізбедегі мереке емес, біздің ортақ еңбегіміздің, өзара құрметіміз бен отанға деген сүйіспеншілігіміздің нәтижесі екеніне тағы бір мәрте көз жеткіздік. Шығарылымымызды жалғастырамыз. Нағыз кәсібилік тек партада отырып жұмыс істеуде ғана емес,
туған өлкеге деген қарым-қатынастан да көрінеді. Біздің мектебімізде республикалық Таза Қазақстан акциясы аясында ауқымды сенбілік өтті. Педагогтар мен оқушылар бір кісіде мектеп маңындағы аумақты тазартуға шықты. Өткені табиғатқа қамқорлық жасау бұл жай ғана міндет емес. Өз отанын сүйетін әрбір азаматтың борышы. Таза Қазақстан сенбілігі бүкіл мектебіміз үшін еңбекқорлықтың айқын сабағына айналды. Таңертеңнен бастап учаскелерде үйлесімді жұмыс қызды. Ұжымның ауызбіршілігі мен оқушылар мен мұғалімдер аумақты қураған шөптер мен жиналған қоқыстан тазартып, жолдарды ретке келтірді. Жасыл желектерге ерекше көңіл бөлінді. Көктемгі жаңару дәстүрі бойынша ағаштар әктелді. Бұл мектеп ауласына нағыз мерекелік әрі ұқыпты түр сыйлады. Бұл күні әркім ортақ шаңырағымыздың тазалығына өз үлесін қосты. Экологиялық мәдениет әрқайсымыздан басталады. Мектебіміздің тазалығы бұл біздің Қазақстанымыздың тазалығы. Шығарылымымызды аяқтай келе тек осы айдың ғана емес, ондаған жылдардың басты қорытындысы болған оқиғаға Камен мектебінің 65 жылдық мерейтойына салтанатты түрде атап өту шарасына кезек береміз. Мерейтой бір залда педагогқа ардагерлердің ар жылға түлектер мен құрметті қонақтардың басын қосты. Бұл көптеген жандар үшін үлкен өмірге жолдама берген алтын ұяға деген шексіз алғыс пен сүйіспеншілік пен мереке болды. Мектебіміздің өзінің айтылуы, туған күнін қалай қарсы алғаны туралы біздің қорытынды репортажымызда. Камен мектебіндегі мерекелік күн ерекше қонақжайлылық ахуалымен басталды. Таңертеңнен бастап педагогтер мен оқушылар 6,5-10 жылдық бойы мектебіміздің таңын асырған жандарды қарсы алды. Мерейтойға мәртебелі қонақтар келді. Аудандық білім беру бөлімінің басшысы Айнагүл Баянова, Аманат партиясының өкілі Бибігүл Ахметжанова, ішкі саясат бөлімінің басшысы Әли Темірбаев және аудандық мәслихат депутаты және мектеп меценаты Әсел Ижанова. Мерейтойда мектептің заманауи кәсіби әлеуетінің паш етілуі үлкен мақтанышқа айналды. Қонақтар үшін Қазақстан халқына қорының қолдауымен жаңартылған кабинеттерге экскурсия ұйымдастырылды. Оқушылар гид рөлінде өнер көрсетіп, биология кабинетіндегі цифрлық микроскоптардан бастап, робототехника мен заманауи телестудияға дейінгі жаңа жабдықтардың жұмысын көрсетті. Бұл балаларға әлемдік деңгейдегі білім беруге ұмтылған бүкіл ұжымның еңбекқорлығының айқын нәтижесі. Жас тілшілеріміздің жұмысы мерекенің маңызды бөлігі болды. 10 және 11 сынып оқушылары әр жылғы түлектермен сұхбат алып, олардың естеліктерін мектеп мұрағаты үшін хатқа түсірді. Бұл әңгімелерде 1961 жылғы алғашқы қоңыраудан бастап бүгінгі жеңістерге дейінгі мектебіміздің жан дүниесі мен тарихы жатыр. Күннің шарықтау шегі ақ ниетпен атты мерекелік бағдарлама болды. Кеште сахнада мұғалімдер мен оқушылардың басын қосқан шыңырау ансамблі ашты. Сахнадан мектеп дәстүрлерінің бастауында тұрған алтын қорымыз педагогикалық еңбек ардагерлерінің есімдері мақтанышпен аталды. Кеш түлектер гимнінің орындалуымен аяқталды. 65 жыл бұл күн сайын жалғасып жатқан табыс тарихы. Мектеп директоры Валентина Владимировна атап өткендей, бүгінгі мектеп бұл өткенді құрметтейтін және болашақты нық сеніммен құратын заманауи кеңістік. Мерейтойыңмен Камен мектебі, мектеп қоңырауы әлі талай 10 жылдықтар бойы сыңғырлай берсін. Осымен мектеп тынысы шығарылымы аяқталды. Сәуір айын қорытындылай келе, мектебіміздің әрбір жетістігінің артында оқушылардың күнделікті еңбекқорлығы мен педагогтардың жоғары кәсібилігі тұрғанын көреміз. Дәл осы өз кісіне деген адалдық пен жасампаздықты ұмтылыс бізге өткеннің дәстүрлерінің сақтап қана қоймай, болашақтың нық сеніммен құрауға мүмкіндік береді. Осы құндылықтар келесі айда да бізді басты бағдарламамыз болып қала берсін. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Эфирде кездескенше.